депутаттық қызметіңіз аяқталғаннан кейін енді ал аяқталды осы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Кітап жазғым келеді. Мен бір жыл, 2 жыл шығармашылық демалыс алып, өйткені осы мәжіліске келердің алдында бір емес 3 кітаптың басын бастап қойдық та, сол аяқсыз қалып қойды. Енді оны алдағы уақыт көрсетеді. Негізі депутаттық мерзім аяқталғанға 3 жыл уақыт бар. Алда үлкен жобаларым бар, өзімнің үлкен ойларым бар. Мен жалпы білім саласынан келген адаммын, кәсіптен келген адаммын, жеке бизнестен. Егер де депутаттық мандатты ары қарай жалғастырмайтындай жағдай болатын болса, мен жаңағы өзім жекеменшік оқу орындары, колледждер, жалпы білім саласының дамуына байланысты сол кәсіпті ары қарай жалғастыру мүмкіншілігім бар. Ал егер алдағы уақытта 3 жылдық жоспарым өзім жоспарлағандай орындалып жататын болса, мүмкін келесі 9-шы шақырылымға қалып осы депутаттық өзім мандатымды ары қарай жалғастыруға оған да мүмкіндігім болады деп ойлаймын. Мен енді осы депутаттыққа дейін ұзақ жылдар бойы ғылым саласында еңбек еткен адаммын. Жоғарғы оқу университетінде аспирантурадан бастап докторантурасында оқып, кандидаттық диссертациямды, докторлық диссертациямды қорғаған әдебиеттанушы ғалыммын. Көп жылдар бойы білім берген ұстазбын. Сондықтан ол бір қанаты. Екінші жағынан мен өнер адамымын. Сондықтан да өнер мен білім саласында, ғылым саласында мен істейтін, мен атқаратын жұмыс жетеді. Сондықтан мен егер депутаттықтан кетіп жататын болсам, мандатым біткен кезде ешқандай өкінетін ештеңесі жоқ. Жалпы бізде осындай бір стереотипті негізі бұзуымыз керек. Бір адам жоғарғы лауазымнан түсіп қалса, не болмаса депутаттықтан кеткеннен кейін дүние бітіп қалатын секілді бір көңіл күй болады. Олай болмау керек. Сен қайда істесең де, қайда жүрсең де өзіңді бағалауың керек, өзіңнің потенциалыңды білу керек, және де сол істеп жатқан жұмысыңның рахатын, игілігін көріп, адам жайбарақат өмір сүру керек. Ана Американың президенті мысалы үшін Обама президенттікті тапсырды, ойнап күліп, кофесін ішіп, рахаттанып, ары қарай кете берді. Сол секілді сана бізге де келу керек. Сұрақ алдағы уақыттағы жоспарларыңызбен бөлісе кетесіз бе? Алдағы 5 жылға, мысалы, 1 жылға болсын. Біздің жоспарларымыз елімізге қызмет ету, өзіміздің жақындарымызға, достарымызға, туыстарымызға да сенімді серік болу сияқты. Ондай басқа жоқ. Кім енді Әлихан Бөкейхан айтқандай, тірі болсам қазақ еліне қызмет етуді қоймаймын деп, сол сияқты. Мен өңірде Димаш Ахметұлы Қонаевты пір тұтам. Асанбай Асқаровты пір тұтам. Әлихан Бөкейхановты пір тұтам. Ахмет Байтұрсыновты пір тұтам. Міржақып Дулатовты пір тұтам. Міне осы азаматтарды. Абай Құнанбаевты пір тұтам. Мен енді жалпы осы жас кезімде, осы университет қабырғасында оқып жүрген кезде, одан кейін сол университетте қызмет атқарып жүрген кезімде, мен мына мәдени мұра деген бағдарлама болған. Сол мен көп жұмыс жасағым. Мәдени мұра бағдарламасының авторы Иманғали Нұрғали Тасмағамбетов болатын. Мен өзіме осы өмірде сол кісіні үлгі тұтып өстім, Иманғали Нұрғалиұлы бүгінгі күнде. Ал қазіргі бүгінгі күнде біздің үлгі тұтатын адамымыз ол шын мәнінде біреу ақ, ол біздің президентіміз. Әуелі өзің әкеңді үлгі тұтасың да, кез келген бала өзінің әкесін үлгі тұтатшы. Енді өзімде ұстаздарым болды, марқұм, барлығын үлгі тұтамын. Жақсы адам бәрінен үйрену керек қой, жақсы нәрсе. Сіз саясатта кімді үлгі тұтасыз? Мен шыны керек бір азаматты үлгі тұтамын деп айта алмаймын. Мен жалпы саясатта қандай бір тәуір реформалар жасалды, қандай бір жетістіктерге жетті, әрбір мемлекетті зерттеуге құлшынып жүр. Мен мамандығым саясаттанушы, сол ежелгі гректерден бастап, одан қалса мына Батыс Еуропадағы ағылшындардың 17 ғасырдағы жаңа бір саяси толқынның билікке келіп, жаңа бір форматтағы саясатты енгізуіне байланысты сондай бір дүниелермен, одан қалса мына шығыстың, Қытайдың саясаткерлерінде зерттеп жататын тұстарым бар. Бір белгіленген азаматты өзіме үлгі тұтпайды. Саясатта кімді үлгі тұтасыз? Саясатта енді менің Ақжол партиясының барша депутаттардың кабинеттерінде Әлихан Бөкейханның суреті ілініп тұр, ұлт көсемі деп. Әрине, ең осындай идеалды, ең меніңше мықты, ең дамыған еліміздің дамуына, еліміздің болашағына
ерекше үлес қосқан сол азамат. Сол секілді ол да жалғыз емес еді ғой. Оның қасында мыңдаған басқа алашшыл азаматтар бар болатын. Көлік айдай аласыз ба? көлік айдаймын. Аға, праваңыз бар. Бар. Аға, сізге бір сұрақ қойсам, осы знак нені білдіреді? Айта қоясыз. Бұл знак менде сәл дальтониктік бар. Цвет қандай? Цвет қызыл. А? Цвет қызыл. Запретный знак қой. Иә. Сонда ол нені білдіреді? Айтып жіберсеңіз. Оны білмедім. Білесіз бе? Жоқ, бұл өзіңіз айтып тұрсыз запретный деп. Ау? Запретный деп айтып тұрсыз. Иә, запрещенный знак қой әйтеуір. Ол значит жүруге бола ма болмай ма деген сөз. Жоқ, жүруге болады болмайтынды, ол жақтан андай кирпич сияқты знак болады ішінде. А мына жерде мен білмейді екенмін. Қандай белгі? Бұл теміржол өтетін несіндегі өтетін жолдағы белгі ғой. Қандай белгі? А мынау ше? Проезд воспрещен, иә. Движение воспрещен, иә. Сіздің хоббиіңіз қандай? Сол кітап жазу. Жоқ, кітап жазу хоббиім болуы мүмкін емес. Хобби бильярд ойнаймын анда-санда, атқа мінемін, ол сол хобби. Өмірдегі басты хоббиіңіз қандай? Қызығушылық мен спортты жақсы көрем. Футбол ойнағанды жақсы көрем, шахмат ойнағанды жақсы көрем. Былай қалай деп айтсам болады. Ведение трезвый образ жизни. Темекі шекпеу керек, арақ ішпеу керек, көп қозғалыста болу керек, оқу керек. Мәселен Ахмет Байтұрсынов айтқан ғой, білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек, мықты болу үшін бірлік керек деп. Осы қағидалар менің ойымда. Үстел теннисін ойнаймын, спортпен айналысамын. Оны бір хобби деп айтуға болмайтын шығар. Негізі көп азаматтар айтады, бір спортты, кітапты оқуды бір хобби деп. Бұл хобби емес, оған уақыт бөлу керек. Онымен арнайы уақытты бөліп жүрмесең, ол мүмкін емес оны айналысу. Соған енді уақыт бөлуге тырысамыз. Одан қалса енді мен өзімнің іштей бір жасайтын бір мәселелерім бар. Мысалы, айына бір 2 рет өзім үшін бір бас қосу деген жобаны іске асырып қойған. Мен айына бір немесе 2 рет елдегі танымал, білікті бір өзінің саласының маманымен отырып шай ішіп, осы қоғамдық мәселелерді 1-2 сағат тәржімалап талқылаймын. Менің хоббиім, мен атқа мінгенді жақсы көремін, тұлпар ұстаймын, ат баптаймын. Бұл менің ең басты, енді бірнеше басқа да хоббиларым бар. Соның ішінде мен бала кезімнен аттың жалында өскен қойшының, жылқышының баласы болғандықтан, осы жылқы, тұлпар менің хоббиім. Ал сіз кітап оқисыз ба? Соңғы кітабыңыз көрсетсеңіз. Ой, соңғы кітабым. Так. Қайсы бір. Жатва скорби. Роберт Конквист. Қазақстан ашаршылық жөнінде Америкадағы журналист жазған.